Кайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін восточный пирогтың ең оңай әрі тез дайындалатын рецептісімен бөлісетін боламыз. Алдымен қамырына біз бірінші 250-260 грамм ұнды өлшеп аламыз. Содан кейін 100 грамм сары майдың 80%-ық, 75%-ық түрінен оны да өлшеп ұнға қосатын боламыз. Және де осы ұнға біз разрыхительдің 10-11 граммын қосатын боламыз. Бөлек құрғақ ыдысқа жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп, сарысын бөлек ыдысқа жинайтын боламыз. Менде жұмыртқа кішкентай болғандықтан 3 данасын қосқан болатынмын, но сіздер 2 дана жұмыртқадан ағы мен сарысын бөліп, осылай алсаңыздар болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысын араласып кетпеуін аса мұқият қадағалап қарап отырыңыздар. Себебі қамырдың құрамына әсер етуі мүмкін. Бұл сарысына біз 60 грамм қантты өлшеп қосамыз. Және де содан кейін 20 грамм суды тағы да қосатын боламыз. Қосып болған осы смеске жақсылап араластырып, көпірік пайда болғанша қатты араластыратын боламыз. Содан кейін біз қамырындағы 100 грамм сары майды осылай үккіштен өткізіп болғаннан кейін осы дайындап қойған салмамызды қосатын боламыз. Және де жақсылап араластырып, иіні қанғанша видеодағыдай әдемі қолға жабыспайтын жақсы қамыр илеп шығамыз. Енді біз салмасына дайындайтын сухофруктыларды майда етіп тураймыз. Себебі осы майдалап туралған сухофрукттар әдемі көрінеді целый салғаннан. Содан кейін қамырын жаюға кірісетін боламыз. Менде посуда үлкен болғандықтан мен жұқа етіп жаямын. Сіздер де жайып алуға кеңес беремін. Себебі жайып алған қамыр біркелкі жақсы болып, бір жағы қызарып, бір жағы қарайып қалмайды. Сол себепті кішкентай етіп болсын, үлкен етіп болсын, оқтаумен жайып алып салған өте ыңғайлы және де әсем көрінеді. Бұл пирогты тек отбасыларыңызға ғана емес, және де сатуға қойсаңыздар да өте керемет, дәмі тіл үйіреді, әсем көрінеді, және де қазіргі сұраныстағы пирогтардың бірі. Жиектерін барлығын тап-таза етіп жайып болғаннан кейін осылайынан сухофруктты қолмен болсын, қасықпен болсын жайып біркелкі етіп қоямыз. Содан кейін сгущенкасын құя бастаймыз. Сгущенканы біркелкі етіп әр жеріне құятын боламыз. Және де осындай видеода көрінгенде жетпей қалған жерлеріне жеткізіп, адасы құрастыратын боламыз. Және де осыдан кейін 150 градуста 30 минутқа пешке қойсаңыздар болады. Тіл үйіретін, үйлеріңіздегілер қайта сұрайтын осындай әдемі пирогымыз дайын болды. Ас болсын.